адамсың, сен іздеп шынға шықтым. Ассалаумағалейкум достар, сіздермен Қазақ Орда каналы. Видеоның басымен жатып сіздерден тек қолдау күтетін боламыз. Біздің арнаға жазылып лайк басуды ұмытпаңыздар достар. Бұйырса миллион қаралым болады. Біздің YouTube каналымызда миллион адам қараған екен барлық видеомды. Бұл да бір жетістік. Енді бұйырса 10 мың подписчикке жетуге бұйырсын достар. Сіздерге алдын ала рахмет. Бүгін бізде енді алғаш рет білмеймін, осы FIFA-ның шыққанына бір 2 аптадай астау уже, 3 апта 4 аптаға тақаған шығар уже, 2 аптадай болып болды ау деймін. 3 аптада сондай болып қалды короче. Бұл жерде енді жаңа события қосылып жатыр екен FIFA-мызға. Бұл енді білмеймін, FIFA-ның бір FIFA деп үйреніп қалдық қой, сондықтан FIFA-ның бір үйреншікті нәрсесі бір атын дәу қылып шығарды да, енді істеп жатқан істері осындай, істеп жатқан істері вообще мүлдем өздерінің істеріне келмейді. Сондықтан да бүгін алғашқы событиясын қосқан екен. Бұл футболдың футболшысы, футболдың аңызы осы Зинедин Зиданды осы отыр, қараңыздар, өте керемет. Қарапайым карточкасын беріп отыр, 82-ші рейтингі. Қараңыздар, өте керемет. Жақсы енді болады. 5/5 рабочий ноги. Сол замандағы ең бір аяқталғанбайтын ойыншылардың бірі болған. Ал сол карточканы алатын боламыз. Зинедин Зиданның карточкасы өте керемет. Мынау деген енді жойғын карточкалардың бірі. Бірақ енді жоғарысы бар, 92 сияқты жоғары карточкалары бар. Енді баяғыдан Зиданның несі бар ғой, енді өздеріңіз білесіздер, қай жағынан болмасын, әйтеуір Зиданға бір шығарып қоятын еді. Ал құтты болсын, осындай 82 рейтинг берді. Енді төменгісі әзірше мына жерде енді соны ойнап отыратын боламыз. Жетон кумирларын алып және мына жаққа жұмсайтын сияқтымыз да, қателеспесем. Ақшалай беретін екен. Бұл жерде кумирлар бар. Және зал славе қалғандары мастер легендалар аспай ашылатын сияқты. Мастер. Енді достар, бұл жерде ашатын боламыз. Жақсы пактарын беріп отыр. Ойыншы кумирлар енді әдеттегідей соны жинап келесі 80, қателеспесем 85 және содан 92 сияқты сол рейтингтерге жеткізеді. Басқа енді ешқандай события қоспады. Әдеттегідей бір событиялар бар. Алдыңғы қосқан, сол біткеннен кейін бітуі тиіс. Және де келесі апта елі болмаса 2 аптадан кейін командный недельный апта ойыншыларын қосатын деген жаңалықтар шығып жатыр. Қосқан дұрыс, өте қызықсыз болып бара жатыр. Сол темпті жоғалтып алса, онда бүкіл несінен айырылып қалады десек те болады, бүкіл ойыншыларынан. Енді біздер пак ашпадық, сол пактарды бір ашып кететін боламыз. Мына жерде енді горячий продолжение түсіп отыр екен. Клин Шаул қорғаушылар екен бұл жерде. Вандерсар, Яшин сияқты ойыншыларды беріп отыр екен. Көрек, ашып көретін боламыз пактарымызды. Неге ашпасқа, ойыншы түсіп қалу мүмкін. Алдыңғы видеолардағыдай біздерде топ ойыншылар түссе мүлдем жақсы болар еді. Ал көрек, кімдер бар екен. Санчес 79, басқа ойыншы жоқ. Тағы бір ашып көрейік. Екінші пагымыз кімде береді екен? Бұлар бүкіл қорғаушылар, ішіндегілердің бәрі. Фулкаут жоқ. Кім бар? Икарди шықты, шабуылшы. Бұл да әрине керек емес, 80-ші рейтингте Икарди қарамайтын болып тұр ғой. Шабуылшы да шығып кетуі мүмкін, Месси де шықса да біз таң қылмаймыз, сондықтан да көрейік. Может быть, атып шығып кетуде ғажап емес. Бұл FIFA-да бәрі мүмкін. Сенің бағың жанса, бұл жерде де атып кетуі мүмкінсің. Ал кім? 81 Фран Гарсия дейтін. Жас талант сияқты Реал Мадридтің. Бұл да Реал, Андре Силва Реалда ойнаған сияқты да. Қателеспесем Миланда ойнағаны бар, Реалдың түлегі сияқты. Бұл да Фран Гарсия қорғаушы шықты, Реалдың жас таланттарының біреуі. Көрейік, кім береді екен бұл жерде тағы да.
осыдан бір пакет ашайық. Волководты аштық, ақыры Волковод ұстадық. Кім? Сауд Арабиялық ойыншы, правый венгер. Герой, кумир, Эль-Ушарин дейтін. Ма правый іздеп жүреді, ма ақыры шыптау осы правый венгер керек болып жүреді. Бұл қанша 5 миллион тұратын правый венгер екен. Жақсы, өте керемет. Составымыз бір тазаланып қалатын бұлдау. Составқа керек ойыншы еді. Та бір соңғы пагымыз Волководтан кейін. Волковод шықса жақсы болар еді. Көрейік. Жоқ, Волковод жоқ. Бұл жердегі Ингассон дейді. Исландиялық ойыншылар шықты. Та бір мүмкіндігі жоқ. Болмас. Ағырай аша бересіздер осындай бір темпте қалып қойса жаман да уже. Бізде Акочаның орнына сменит ойыншымыз бар. Правый венгер. Соны қоятын боламыз. Қайда біздің ойыншымыз? Правый венгер. Резервтен көрейікші. Жерде шықпас. Эль-Ушарин шықты. Міне өте керемет. 86 болдық уже. Өте жақсы. Кімдер бар еді? Кім шықты? Уахи, Сабицер, Помагардер деген сияқты ойыншылар. Зитан шықты. Зитанды қойық. Составымызға. Зитанды қойымыз. Исконың несін бұған беретін боламыз. Бұйырса. Өте жақсы состав. Үйлесіп тұр. Көрейік. Бір Division Rivals ойнап көретін боламыз. Зитан мен Эль-Ушарин қалай ойнайды екен бұл ойыншылар. Енді бұларға высотака ыңғайлы шабуылшылар. Енді көрінуі тиіс. Бұл жерде де жақсы бір көрейік. Мүмкіндіктерін пайдаланып жатса, неге салмасқа деген сияқты. Түсіріп қарайтын боламыз. Көрейік. Қарсыласымызға енді білмеймін, қарсыласымыз бірдей. Тек бір ғана мүмкіндіктен басымдылығы бар. Өтіп кетер мүмкін. Тек біздерде енді Эль-Ушарин мен Зитанның ойын стилін көретін боламыз. Қалай бағындырып тұр, қалай ойнап тұр бұлар. Болама деген ойыншылар. Зидан мен Эль-Ушарин қателеспесем. Зитан көбінде Зитан бар. Зитанды алды көбі. Бірақ сонда да біздер алып қойып жатырмыз. Енді бұл Зитан жоқ, Рауль екен. Зитанның прическасын ұқсайды. Қалай іліп жіберді бойынан. Уарт Браус. Тағы да бір гол бердік. Және Каптевала. Кімге пас мұнау? Кімге пас? Грилиш кетті. Бұл кім? Зитан ба екен? Рауль. Пас. Пустой ворота ғой, воротаға сақта. Уарт Браус, бұл Зитан. Жоқ, Зитан жоқ вообще. 2-3 шабуылшымыз ойнап жүрдік. Рауль, Эль-Ушарин де көрінбейді мына жақта. Мұнау сияқты оқ. Ар жағымен келе жатыр еді. Грилиш, Рауль кетті бұл жерде. Не бас береміз? Эль-Ушарин. Әдемі. Айналдыра алам екен. Әдемі соқты гол. Зитан міне жүр екен. Бойы ұзын. Көрініп тұр. Зитанның соққысын қарайын деп едім бұл жерде. Геатр омын. Бойшаң ойыншы. Тағы да келмей қалды. Зитан тағы да береміз саған. Финті. Әдемі. Соққа және гол. Әдемі соқты голды да. Пас береміз. Рауль талаға теуіп жіберді. Білмеймін, Зитанның ойыны қатты білінген жоқ. Болады әзірше, енді көтеретін боламыз. Және жаңа карточкасын алуға тырысатын боламыз. Сіздер алсаңыздар лайк, төменге жазып кетіңіздер. Қалай ранг көтерген дұрыс па, көтермеген дұрыс па, достар. Өз ойларыңызды ұнаса комментария толтырып жазып жіберіңіздер. Сіздерден тек қолдау, каналға жазылуды ұмытпаңыздар және лайк басып жіберіңіздер. Сіздерге рахмет. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.